Қайырлы күн, құрметті балалар. Білім алаңына қош келдіңдер. Бүгін 8-ші сынып қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша 13-ші бөлім Қазақстан, Байқоңыр, ғарыш. 4-ші сабақтың тақырыбы Қыран қазақ. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшеліктерін сақтап, интервью жазу. Сабақтың оқу мақсатына негізделген бағалау критерия. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап береді. Мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, интервью жазады. Сөздікпен жұмыс. Балалар, бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздермен танысамыз. Тәжірибелі, опытный, таңғажайып, изумительный, удивительный, чудесный. Тікелей байланыс, прямая связь. Үрей, страх, тревога, паника. Ой қозғау. Балалар, мына сұраққа жауап берейік. Балалар, омырауында бірнеше төс белгісі бар, кімнің суретін көріп отырсыңдар? Генис кітабына кірген қазақты білесің бе? Талғат Бегелдинов туралы не білесің? Қыран қазақ туралы мәтінді мұқият тыңдайық, балалар. 3-ші перне немесе Генис кітабына кірген қазақ. Талғат Бегелдинов ағамыздың Тоқтар Әубәкіровтің ерлігіне тәнті болғанда айтқан сөзіне қосыла бас иземеске амал қайсы? Мынау деген кез келген ғарышкер, ұшқышыңыз сынақшы ұшқыш бола алмайды. Былай қарасаң, олардың дәрежелерінің бір-бірінен еш кемістігі не артықшылығы жоқ. Тек ғарышкерлер елдің алдында, халықтың алдында жүретін топ, ал сынақшылар құпия өмір сүреді. Сынақшы мен ұшқыштың ара жігін ажыратып алу керек. Мәселе олардың қызметінің сынақшылық құпиялығында да емес. Бар мәселе олардың жүрегінде. Ең алдымен жүрек керек. Жүрек. Жүрек жұтқан батыр ағасының жүрек жұтқан батыр інісі туралы айтқан сөзі бұл. Қазақ жүрегінің түгі бар деп осы Талғат пен Тоқтар сынды кісілерді айтса керек. Балалар, 1-ші тапсырманың орындалу ережесі. Тыңдалған материалдың мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, мына сөздерден сөйлем құрап, жұмыс дәптерлеріне жазыңдар. Қажетті сөздер: ерлік, ұшақ, сынақшы, ұшқыш, ғарышкер, халық, міндет, құпия, сынақ, тәнті болу. Тапсырманың дескрипторы. Тыңдалған материалдың мазмұны негізінде деректерді келтіреді, қажетті сөздерден сөйлем құрап, жұмыс дәптеріне жазады. 2-ші тапсырманың орындалу ережесі. Сөздерді сәйкестендіріп, мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтай отырып, интервью түрінде мәтін құрап жаз. Сөздер: аталы, ғарышқа, кесімді, қазақстандық, ғарышқа,
қазақ, өз, ғарыш, жол тарту, сөзге, бетінше, сөз, бағдарлама, ұшу, кеңестігінде, ғарышкер, бас, хабар, халықтың, кеңес, ғылыми, батыр, жердің, біздің, одағы, тарту, алу, бағдарламасы, жігіт, иесі, ғарышкер, арманы. Тапсырманың орындалу дескрипторы. Сөздерді сәйкестендіреді. Мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтайды. Интервью түрде мәтін құрап жазады. Менің ойым. Төмендегі сөздердің соңғы нүктенің орнына өз ойларыңды, тиісті сөздерді қойып жазыңдар. Менің ойымша, мен мұны бұлай дәлелдеймін. Дәлел ретінде мысалдар келтіремін. Мынадай қорытынды шешімге келдім. Бүгінгі сабақта қыран қазақ тақырыбына арналған тапсырмаларды өз мұғалімдеріне жібересіңдер. Өз пән мұғалімдерің тапсырманың орындалуына қарай бағалайды. Назар аударғандарыңа үлкен рахмет.